Абайла, енді екі адамсың. Нәжмияның іші өсті ме? Бар. Аздап бар. Оның жүктілігі менікі сияқты ауыр емес ау. Қайсыңдікі ауыр, қайсыңдікі жеңіл екенін қайдан білейін. Нәжмия бала керек емес дейді. Аман есен қол аяғын бауырын алса, ойы өзгереді ғой. Ол неме қызыма зорлық көрсетіпті. Есіме түссе, дірілдеп кетем, керек емес дейді. Босанған соң ой өзгереді. Егер өзгермейтін болса, баласын мен бағайын. Менің баламның емшектес бауыры болады. Оған бола қиналма. Тағы да біргеміз. Сізге көп рахмет. Жүрегіме үн қатпау үшін не істесем екен? Сау болыңыз. Фарида, жүр, кеттік, сабақ басталады. Қой, мен қайтайын. Сен сорпаңды ыстықта ішіп ал. Әже сау. Ұлыммен дұрыстап таныспадың ғой. Ұлым еді? Солай сияқты. Қыз дегенің қайда? Қайдан білейін, Басима? Мен не, 5 бала тауып бедім? Оның да рас. Ол деген қыздан жақсы ғой. Сен басында қыз дегенде ештеңе демеп едім. Деген мен ұлдың жөні бөлек. Ол туған әйелдің бағы артық қой. Бұйырса, менің барымда нарымда ұлым болады. Бір ғана нәрседен қорқам. Әкесін сұрай қалса, не деп жауап берем? Жоқ, Кемран ұлын қаңғыртып қоймайды. Фаридамен сөйлескен. Солай ма? Ашу үстінде аузымнан ұшталақ шығып кетіпті. Енді мұна немеге қараш. Қане бауырым, бар. Алдымда тұрып алып ашуыма тиме. Ажырасқан ханым үйіңде болса арыз жазам. Арыз жазасың ба? Қазір мен сені арызыңмен қоса. Соны айтқанша тілім кесіліп кетседі. Жер ортасына келгенде мұна қорлықты қарашай. О, Құданың құдіреті. Осы жерден ұшып шықты ма? Жоға. Әлгі сол баяғы алыс-беріс мәселесі ғой. Сіздер не мата қарауға келдіңіздер ме? Сорма. Айтпаңыз. Күніміз түсіп келіп қалдық, Сейфеден Марса. Жіберіңдер мені, керегі жоқ, бармайын. Қашпа, қорықпа, ештеңе де болмайды, керегі жоқ. Қорықпа, жай ғана сызып қой. Мұниса, мен қазір ренжеймін, қызым. Сенің атың Мұниса ма? Мені мына жерден құтқаршы, маған ене саламыз дейді. Әрине құтқарамын. Қане, кеттік, қане. Тез. Оны қайда алып барасыз? Сабыр етіңіз, қызыңыз ең білікті дәрігеріміздің қолында. Сондықтан ештеңені де уайымдамаңыз. Тез есікті жауып қой, бізді таба алмай қалсын. Жарайды, қазір жауып қояйын. Білесің бе? Менің қызымның аты да Мұниса ғой. Шын ба? Шын? Ал ол қайда? Келсінші. Ол әлі туған жоқ. Ләлек алып келе ме?
Иә, ләйлек алып келеді. Менің не тауып алғанды қарашы. Оны тез тығып таста, дәрігер ағай көріп қоймасын. Неге? Сен бұдан қорқасың ба? Қорықпау керек пе? Қорықпа. Қорқатын ештеңе де жоқ. Келе ғой. Ал, қане, шипа болсын. Ауырған жоқ. Балалармен жақсы тіл табысады екенсің. Сен мұнда не істеп жүрсің? Арасында жүргізіп тұр дедіңіз ғой. Бөлмесінен тым ұзап шықпасын. Бүгін жаныма келмедің ғой. Керек кезінде барам. Жүр, сені бөлмені апарып тастайын. Залда күтіп отыр ма? Ол жер толы, сынып бөлмесінде отыр. Неге келдің? Құдай үшін олай демеш, Фарида. Бәріміз сенің қамыңды ойлап жүрміз. Менің қамымды ойлап жүр екенсіңдер ғой. Шамасы бәрінің де естерін ауысқан сияқты. Негізі қулықпен, сұмдықпен, өтірік өсекпен біреудің қамын ойлаушы ме еді? Міне, біз осы себептен де сенен бәрін жасыруға мәжбүр болдық. Себебі сен тым көп білетін тентек қызсың. Мүжген әпке, тым болмаса сен олай демеш. Сен бар болсаң, мен өзімді қорғайтын адам бар екен деп біліп, сенімді жүретінмін. Осының бәрін сені қорғау үшін істеген жоқпын ба? Сен артық кетіп тойдың шырқын бұзар дегендіктен. Соншама адамның біреуі де тағдырдың жазуы деп ауырлықты көтеріп кетуге жарамадыңдар ғой. Сендерге тек той ғана керек болғаны ма? Бізге ғана емес, той саған да керек. Мен Кемранның саған деген шынайы сезімі туралы сөз қозғамай қояйын. Оны бәріміз де білеміз. Алайда сен әлі де болса түсінбеген біраз нәрселер бар. Ол не нәрсе екен? Мүлде сезбейсің бе сонда? Егер осы тойдан бас тартсаң, артыңнан қандай өсек еретінін білесің бе өзің? Өзіме өзім мықты болсам, жұрттың не айтарында не шаруам бар? Өтірік өмір сүргеннен осы жақсы. Жетер енді, шаршап біттім. Үйлену, күйеуге тию. Өмірдің әні осы ғана сияқты ғой түге. Ай, балақан ай. Апаң сені осы қасқырлардың арасына бір қоз етіп тастап кеткен ғой. Сен әлі ештеңе де білмейсің. Сұрауға бата алмай тұрмын. Мен білмейтін тағы не бар еді? Өмір бар, Фарида. Жұрт бар. Мұғалім болам деп жүрсің ғой. Егер мұғалім болатын болсаң, амал жоқ. Күллі Анадолуны аралайсың. Осында басыңнан өткен жағдайдың бәрі де артыңнан ере кетеді. Мен ешкімнің обалына қалғам жоқ. Ешкімнің ақысын жеген жоқпын. Ешкімнен де ештеңе ұрлағам жоқ. Осы уақытқа дейін намысымды ту етіп келгенімді білесің ғой. Сен атастырылған жансың. Одан бұрын сені бөлеңнің күйеуі ұрлап әкетті. Кейіннен оның жансыз денесі табылды. Қалыңдығы түрмеге түсіп. Бірақ сен бар шындықты білесің ғой. Кемран да, тәтем де, Сейфеден жездем де бәрін білет. Осының бәрі артыңнан қалмайтын жел сөз ғой. Тіпті сенен бұрын баруы мүмкін. Сонда қайтпексің. Кімнің аузына қақпақ боласың? Сол кезде жігерің жасып, қаншалықты қорланатыныңды білесің бе? Кемранға тұрмысқа шықсам, қағанам қарық, сағанам сарық бола қалама? Тұрмыстағы ханымға деген елдің құрметі басқаша болады, Фарида. Ал ол ана атанса... Мен ондай құрметке біреудің әйелі ретінде ғана емес, Бозторғай Фарида болғандықтан лайықтымын деп ойлаймын. Және солай болады да.
Қайта-қайта төсегіңнен тұра берме. Фаридамен сөйлесіпсің ғой. Иә. Айырылыстыңдар ма? Айырылысқан жоқпыз. Бұл мәселенің саған қатысы да жоқ. Бар. Мен сенің балаңды көтеріп жүрмін. Нариман, науқастанып жүргеніңде ренжіткім келмейді. Мен ренжіп болғам. Енді ешкім ренжіт алмайды. Мен жай баламның болашағын ойлаған соң сұрап тұрмын. Балаңды жетімсіретпеймін. Ол менің борышым. Алайда сені мен отбасын құрмайым. Егер отбасын құруым керек болса, тек Фаридамен ғана құрам. Ол келіспесе тіпті бойдақ болып өтуге бармын. Осы жауап сен үшін жеткілікті шығар деп ойлаймын. Әке, мені мұнда тастамашы. Бұл жер өте үлкен екен, қорқам. Қызым, о не дегенің? Қорқатын түкте жоқ қой. Сен енді үлкен қызсың, сен осында қаласың. Аздан кейін мәсөр келіп сен алып кетеді. Жарай ма менің сұлу қызым? Тілім дала ғой. Әке, менің мұнда қалғым келмейді. Мені үйге алып кетші. Тыңдашы қызым, мұнда сен жаңа достар табасың. Демалыс күндері мен келіп тұрам. Бұл жер әлі ақсаған ұнайтын болады. Жарай ма? Жарайды. Тәртіпті қыз бол. Мақұл ма? Сөйте ғой, сұлу қызым. Қызыңды тастама. Тастаушы болма. Әке, әке. Сен кофе демдей аласың ба? Демдей алам, масер. Ендеше екеуміз кофе ішсек қайтеді. Ал. Аз болсын. Рахмет. Болды енді. Томсырая бермеш. Фариданы ойлап уайымдап отырмын, Жүсіп. Ол бозторға емес пе? Ештеңін уайымдама. Құлап бара жатса, қанатын қағып жіберіп қайтадан көкке самғап шыға келеді. Ең бастысы қанаты қайрылмасын деп тіле. Ғафу етерсің, мен сен сияқты үмітшіл емеспін. Ол ақмақ қыз қырсығам деп басын талай рет тасқа соғады ғой. Өзін дәлелдегісі келіп талай ұрынады. Ұрынсын? Ал сен не істеп жүрсің? Мен не істеп жүрмін? Қиналған кезінде жанында болмаймыз ба? Оған көмектеспей жападан жалғыз қалдырамыз ба? Болар істі бөгей алмасақ та, дайын тұрамыз ғой. Оны жұбата аламыз. Дұрыс айтасың. Фариданы жалғыз қалдырмаймыз. Айтпа деймін. Апельсиніміз бар, әпке, келіңіз алыңыз.
Жемістерімізді жаңа жиналған. Көріңіз, қане. Тыныштық ба? Кел болам. Алмай кетсеңіз өкінесіз. Әдес салық орнымызды тартып алды. Жанымызды әрең алып қалдық. Катина ханым іште. Катина ма? Иә. Ғапу етерсің, Кемран. Қайда барарымызды білмей қалдық. Бірер күн паналата тұрсаңдар, 2 күннен кейін тағы бір әртістер тобы келеді. Солармен бірге кетеміз. Дүкеннің арт жағы Катина ханымға лайықты болатын шығар. Ал мыналар қоймаға барсын. Сізді үйге шақыратын едік. Жо, керек жоқ ағас. Әлгі Одессалық Делқұлы сіздердің жүсіптеріңіздің кесірінен бізге тиісті ғой. Құдай, оның сүйген қызы бар дейме, оған ақша керек дейме. Ал айта бер. Денсаулық негіздері мұғалімі Месье Кемран екеуіңнің араларың қалай болып жатыр? Соншалықты да бір айтатында ештеңе жоқ, мастер. Саусағыңда неге жүзік жоқ? Әлі де бір байламға келе алмай жүрмін дегенім жөн шығар. Неге? Мастер. Ау. Жүрегім мен арымның арасында арпалысып, бір тоқтамға келе алмай жүрмін. Ар дегенің бір беткей болады, қызым. Ал жүрек деген таза нәрсе. Құдай ақы, оның сезіммен тікелей байланысы бар. Сондықтан да адам жүрегі мен арының арасында қалса, міндетті түрде жүрегін тыңдауға тиіс, Фарида жан. Қандай тамаша айттыңыз, мастер. Сонда да бір бекімге келе алар емеспін. Басым қатып кетті. Бәрінде дұрыс істегім келеді. Бірақ ненің дұрыс екенін де білмеймін. Тыңдаш. Сендердің керемет бір дәстүрлерің бар. Мен ылғи соған қызға қараймын. Истихара түсіше. Оны көруге тұрмыс құратын жасқа жеткен бой жеткендерде талап қылады екен ғой. Қалай еді? Жасыл түсті көрсең, бақыттың, қызыл түс көрсең, сордың ишарасы деушімет. Солай ғой деймін. Сен де сөйтсеңші, Фарида. Түс көру ниетімен ұйықтап көр. Егер сендер шынымен бір-біріңе сай жаралған жұп болсаңдар, қалайда бақытты түс көресің. О не дегеніңіз, мастер? Нең кетет, қызым ау? Мүмкін өздерің балта шапқалы тұрған болашақтарыңа пайдасы тиетін шығар. Ойланшы, қызым. Ертең Фаридамен кездесем басеке. Кездескен кезде той күнінде белгілесеңдер етті. Аузыңа маяке. Әкеңнің жатса тұрса ойлайтыны сол, шырағым. Фарида сол күні жүзігін шешіп тастамады ғой. Енді тіпті шешпейді. Сен де сар уайымға салына берме. Солай ойлайсың ба? Екеуіңде ең үлкен кедергіден сол күні өттіңдер. Алланың сүйген құлдар екенсіңдер. Жүзігін шешіп тастапты. Шешіп тастағаны қалай? Қайдан білейін? Саусағы сынып кетіпті мыс. Онысы рас шығар, балам. Балам, адам деген өзі сенген нәрсені ғана алады.
Кешірерсіз, жемістерді жеуге бола ма? Болады. Өзі дәмді болса керек. Дәмін татып көргіңіз келмейміз. Атыңызды айтасыз. Фарида. Фарида. Екі дүниеде де махаббатыңыздың құлы болуға дайынмын. Сізді тауып алам Бикеш. Фарида. Кемран. 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 Неменеге жаныма жиналып алғансыңдар? Құдды тасқа үймелеген ешкілер құсап. Сандырақтап жаттың ғой. Мен бе?
Мен ешқашан сандырақтаған емеспін. Кемран деп. Кетші ары. Тух. Қайырлы таң. Қоңырау соғудың керегі жоқ екен. Демалыс күні болған соң бәрі ерте тұрған ғой. Сөр Алексей. Мен оқушыларды оятайын. Не болды? Көзің күлімдеп тұр ғой. Сөр Алексей. Ау. Не істеу керегін білдім. Нені? Кемранға сенем. Ол менің тағдырым. Көп рахмет. Тоқташ. Жақсы. Қане тездетіңдер. Дархан Дала, асқақ рух. Мега жоба. Жақында. Қош келдіңіз. Есенсіз бе? Келіңіз. Жағдайыңызды естігенде қатты қамығып қалдым. Кіріп шығайын деп келдім. Қош келдіңіз. Несіне әуре болдыңыз? О не дегеніңіз? Не болды? Дәрігерлер не дейді? Микроб түсіпті. Қызуымды да түсіре алмай жатыр. Жағдайым нашар. Сондай дәмді болыпты. Көп рахмет. Алла шипасын берсін. Рахмет. Жаныңыз жамандық көрмесін. Қане, Фарида, қане. Менің еңсемді түсіре көрмеш. Адам қаншалықты ауыр болса да, бір байламға келген соң, ішінен нық бекініп, нар тәуекелге басады екен. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ханым, сізге не болды? Ханым, Нариман ханым, көмектесіңдер. Дәрігер жоқ па? Ханымға бірдеңе болды. Көмектесіңдер, тездетіңдер. Сен келетті борт жағып отыр едім. Жүзігіңді қайта тағыпсың ғой. Себебі сені жанымдай жақсы көрем. Тіпті жанымнан да артық жақсы көрем.
көзімнен сүйме. Ол айырылысу белгісі. Менің амандығымды тілесең, менен бас тарт. Мені сүйсең де, оныңды маған көрсетпеш. Маған берген барлық анттарыңды мен кештім. Мен саған өкпелегенде, ренжігенде жоқпын. Мен сені жүрегімде сақтаймын деп бекідім, Кемран. Мен ылғи да сенің досың, туысың, жан жолдасың боп қала берем. Және сені мәңгі сүйіп өтем. Жолың болсын, жаным. Бұл айырылысуымыздың алғашқы күндері. Құдды Құдай сенің кішкентай ғана алақаныңа оны сүйетін бол деген жазу қыстырып, сені осы дүниеге тастап кеткен сияқты ғой. Не істеп, не қоярын білмейтін, жаңа ғана туған бөбек сияқтысың. Сондай қорғансыз, сондай бейгүнә, сондай шарасыз. Ләуләк, ләуләк, ләмә халакутул әфләқ. Өзің үлкен махаббатпен жаратқан осынау дүниеде осыншама жарақ жүруіміздің себебі не? Жаратқан. Қайырлы таң. Айырылысуымыздың алғашқы күндері. Инженерлер мен сәулетшілер барша жұмыстарын жиып қойып, екеуіміздің арамызға әйнектен алып дуал тұрғызған сияқты. Олардың негізгі жұмыстары құрылыс пен бақшасында балалар асыр салып ойнайтын үйлер салу емес пе? Жоқ. Олардың үстінен арыз жазып жұмыстан шығарту керек. Жоқ. Жоқ. Бір-бірін сүйген жандарды ешкім де сүймейді. Айырылысқанымызға 2 күн. Әуелі бәріне көз көндік еді. Сосын армандар мен өкпе көндік еді. Бұл жерге жүректің көп қатысы жоқ. Жүрек деген қимай жүре беруге ғана шебер. Кешке ұйықтасам да, ертеңгісін тұрсам да, есілдердім өзіңде. Ойымнан мүлде шығар емес, Фаридам. Мен үн-түнсіз көктей солып бара жатырмын. Сен соны білесің де, Фаридам.
Et si je courais sur la plage, entre le coquillage, la main dans la main avec toi. Et puis, bras dessous, ce serait l'amour fou sous les étoiles, toi et moi. Puis j'ai envie de toutes les couleurs, dans mes sourires, dans mon cœur, dans paradis sous les gouttes de vie, de vous et moi j'aime tant cette vie. Сондай керемет болды. Қане тағы да басынан бастайықшы. 3, 4. Oui, j'ai envie de toutes les couleurs, dans mes sourires, dans mon cœur, dans paradis sous les... Фарида. Кетпеші, Фарида. Бізді тастамаш. Кемран. Құдай үшін қинамаш. Бірақ... Кемран. Мен қандай бекімге келсем де, келісем деп уәде бердің ғой. Бақшада гүл бар еді. Сен басқаның жар едің. Маған жар бола алмассың. Бетіме қарап күлмегін. Қош бол. Бақшада гүл бар еді. Сен басқаның жар едің. Маған жар бола алмассың. Бетіме қарап күлмегін. Шайлық. Біз үшін әкесінен де ел жұрттан да жасырып жүрміз. Ал сіздер анасының кім екенін жасырарсыздар. Ол жағын алаң болмаңыз, Басима ханым. Туған баламдай қараймын. Ант етейін, анасын жоқтатпаймын. Оған ешбір күмәніміз жоқ, күміс ханым. Сізге Алла разы болсын. Сіздің арқаңызда қанша жылдан бері көкірегіме шемен болған сәби қайғысы шешілетін болдау. Босанған кезде жанында болсам деймін. Енді ол жағы қалай болар екен? Мадридте бір туысымыз бар. Босанар кезде сол жаққа жібереміз. Апа, мен кеттім. Тоқта балам. Тұра тұр жарығым. Сені шығарып салайын.
Кемран. Кемран. Ұлым, ең дұрысы осы. Егер осы дұрыс болса, табиғат заңдылығы бұзылмай ма, апа? Итеке иттің өз күшігін тентіретпейді. Қызыңның ойын бұзды. Мен бе ойын бұзған? Өзі ғой, керегі жоқ деп отырған. Ол бала аяғына оралғы болмай ма? Кейде сенің мейірімің мен ар-ұжданың күдіктеніп қалатыным бар. Мынадай жағдайда жүріп, мейірім таныта алмайды екенмін. Ал, жолың болсын. Бар енді. Ісің оң болсын. Айтқаның келсін. Мектепке кетіп барам, сабағым бар. Демек, Фариданы көреді екенсің ғой. Көрмегел 3 күн болды. Бақандай 3 күнді жүзінде көрмей, даусында естімей өткіздім. Мен үшін 3 күн емес. 3000 жыл өткендей. Бұл не деген қасірет еді, мүжген. Қалай? Толқып тұрған жоқсың ба? Білмеймін. Не жағдайда екенімді бағамдайтын халім жоқ. Кездескенде маған амандасам. Бәрі бұрынғыдай болам әлде? Бөгде жандай болып кетеміз бе? Соны ойлап. Ол саған қалай қараса да, бір-бірлеріңді әлі де сүйетіндеріңді. Тіпті айырылысу дегеннің өзі ғашық жандарда ғана болатынын ұмытпағайсың, Кемран. Тағы да сің оң болсын. Көп рахмет. Кеттік Жұмайлап енді. Жарайды мырзам. Жөсіп, Кемран мырзан сен апарып сал. Жоқ, өзің апар. Мақұл мырзам. Нағыз жігіт деген арсыздық, ұрлық істегенде. Қой, нағыз жігіт арсыздыққа да ұрлыққа да бармайды. Барғанның өзінде де сүйген қызым ақша керек деп ел жұрттың алдында жыламайды. Сен сол қызды маған әкеп таныстырғаныңда қанша ақша керек болса да, мен саған беретін едім. Бұдан бұлай ақша керек болған кезде маған айт жігітім. Жарай ма? Өзім айт. Тарттық Жұмайлап енді. Алпыс үшінші бөлімнің соңы. 2017 жыл.